Барлықтарыңызға қайырлы күн, барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді қуырдақ жасайтын боламыз қысқы соғым етінен. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Тіркеліп, лайк басып қолдап кетсеңіздер, алдын ала сіздерден шын жүректен рахметімді айтамын. Ал енді тамағымызға кірісейік. Менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен картошкамызды ашып, жақсылап турап аламыз. Мен осындай көлемде турадым. Өздеріңіздің қалауларыңызша турай бересіздер. Қазанымызды қыздырып, оның үстіне сұйық майымызды құйып аламыз. Сұйық майымызды құйып болған соң, жаңағы туралып жуылған картошкаларымызды салып, екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Пісірмейміз, тек қызартып қуырып аламыз. Картошкамыздың екі шетін қызартып қуырып алдық. Оны алып енді легенімізге, болмаса бір табақымызға салып, бір шетке қойып қоямыз. Енді жаңа туралған етімізді алып, қызып тұрған қазанымызға ең бірінші етімізді салмас бұрын жаңа жылқы етінің іш майын салып, майы шыққанша жақсылап қуырып аламыз. Жаңа іш майымыздың да өзінің майы шығып, қызарып қуырылды. Енді осының үстінен туралып жуылған дайын етімізді салып, жақсылап бұқтырып қуырып аламыз, суы шыққанша. Етіміздің суы шығып, бұқтырылды. Енді тағы да жай отта бетін жауып, бұқтырып, жұмсақ болғанша пісіріп аламыз. Жақсылап бұқтырылған етіміздің бетінен енді жаңағы туралған пиязымызды салып, пиязымыз піскенше тағы бетін жауып қойып, жай отта қуырып аламыз. Оның үстіне тұзымызды және қара бұрышты сеуіп, бетін жауып, тағы да бұқтырамыз. Енді міне пиязымыз піскен, көріп тұрғандарыңыздай араластырып, оның үстіне жаңағы дайын болған қуырып алған картошкамызды салып, тағы да картошка піскенше жай отта пісіріп аламыз. Картошкамызды салған соң, картошканың бетіне аз ғана тұз себеміз. Картошкаға тұзы сіңу үшін. Біздің қуырдағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай су құйған жоқпыз. Өз майында пісті. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ал бізге ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, құрметті менің көрермендерім, осы менің видеомды көріп отырған әрбір жан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мен сіздермен күн сайын түрлі рецепттермен, видеолармен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар, сіздер жасап көріңіздер, ал бізге ас болсын.
келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.